Байсалды, жұмсақ мінезді және мейірімді болу. Кешірімді бол, жақсылыққа шақыр, әрі надандардан теріс айнал, яғни олардың қылығына және айтқан сөздеріне мән берме. Ағрап сүресі 199 аят. Надандарға кешіріммен қарай біл. Хижр сүресі 85 аят. Жағдайы бар мүміндер ағаттық істеген жоқ жітіктерді ғапу етіп кешірім жасасын. Әлде сендер Аллахтың өздеріңді жарылқап кешіруін қаламайсыңдар ма? Нұр сүресі 22 аят. Ибн Аббас, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам Әшаж Абдул Қайсқа: сенің бойыңда Аллах тағала жақсы көретін екі қасиет бар. Олар ақылдылық пен байсалдылық деп айтты делінген. Мүслим Иман 25. Айша анамыздан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: шынында Аллах тағала өте мейірбан, әрі мейірбандықты жақсы көреді. Сондай қатыгезге және одан басқаға нәсіп етпеген жақсылықты мейірбан жанға ғана нәсіп етеді деп айтты делінген. Бұхари әдәп 35, Мүслим 1:77. Айша анамыздан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: шынында мейірбандық ненің бойынан табылса, соны әсемдей түседі, ал ненің бойында болмаса, сөзсіз, көріксіз қылады деп айтты делінген. Мүслим 1:78. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын, бір жолы бір бәдәуи мешіттің ішінде тұрып дәрет сындырды. Оны көрген мешіттегілер сазайын бермекке жалма-жан орындарынан атып тұрды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам болса, оларға: оған тиіспеңдер, дәрет сындырған жеріне бір шелек су төгіңдер. Шынында сендер басқаларға қиындық тудыру үшін емес, жеңілдік жасау үшін жіберілдіңдер деп айтты деген. Бұхари Удуу 58, әдәп 80. Шәддат ибн Әус, Алла оған разы болсын, Расулаллах саллаллаху алейхи уассалам: шынында Аллах тағала әр нәрседе жақсылықты парыз қылды. Егер өлтіретін болсаңдар, жақсылап, яғни қинамай өлтіріңдер. Ал егер мал бауыздасаңдар, жақсылап бауыздаңдар. Әркім пышағын дұрыстап қайрап алсын, әр сойған малын қинамасын деп бұйырды деген. Мүслим Сәйд 57. Айша анамыз, Алла оған разы болсын, Расулаллахқа саллаллаху алейхи уассалам: екістің біреуін таңдау керек болса, күнәға итермелейтін тұсы болмаса, жеңіл істі таңдайтын еді. Ал егер ол істе күнә болса, одан өзге адамдардан да бойын алыс ұстайтын. Сондай-ақ Расулаллах саллаллаху алейхи уассалам қара бас үшін ешкімнен кек алған емес. Алайда Аллах тағала харам болған істі істегендерден Аллах үшін кек алатын деп айтты. Бұхари әдәп 80, Худуд 10, Мүслим Фадаил 77.